Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта үй жағдайында осындай пайдалы морс дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Морсымызды дайындау үшін шұңғыл темір ыдысқа шиемізді салып, үстінен қантымызды саламыз. Қанттың орнына тек бал салсаңыздар да болады, өз қалауыңыз бойынша. Мен тек бір қасық бал саламын. Кейін үстіне таза су құйып, бір қайнатып аламыз. Бұл морсты жылы күйінде де, суық күйінде де тұтына берсеңіз болады. Денсаулығыңызға байланысты қызуыңыз көтеріліп, көп сұйықтық ішу керек болса, осы морсты дайындап ішсеңіздер болады. Денсаулыққа өте пайдалы, кәдімгі дүкендердің шырынын алмай-ақ, тіпті қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Бір қайнатып алған соң, түсі осылай өзгеріп, әдемі дәмді шырынымыз дайын болады. Мен осындай арнайы ыдыстарға құйып, суытып, немесе бөлме температурасында қойып та отбасыма ұсына беремін. Егер де менің YouTube каналым сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздер менің рецептімді бірінші болып көре аласыздар. Қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.